Махамбет Нұрмұхамбетұлы Бөкейханов 1890 жылы Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданында өмірге келген. Күйші, композитор. Затаевич, Жұбанов, Брусиловскийлерге қазақ күйлерін жаздырушы. Махамбет бұрынғы Бөкей хандарына қарасты Шоңай көлі деген жерде туған. Махамбет Құрманғазы, Дәулеткерей, Әлікей, Салауат Керей, Сейтек, тағы да басқа халық композиторларының ондаған күйлерін біздің заманға жеткізген дарынды күйші. Затаевич Махамбеттен Байжұма, Бұлбұл, Ойбай балам, тағы да басқа 28 күй жазып алған. Махамбеттің өзі де күй шығарған. 1930 жылы музыка драма техникумының жанындағы Қазақтың ұлттық аспаптарын жетілдіру шеберханасында жұмыс істеген. Махамбет бұл салада елеулі еңбек сіңірді. 1933 жылы студенттердің халық аспаптары оркестрін ұйымдастырды. Қазақ ұлттық халық аспаптары оркестрінің құрылуына көп еңбек сіңірген. Сонда көркемдік жетекші, дирижер, концертмейстер әрі жеке орындаушы болды. Құрманғазы, Дәулеткерей, Әлікей, Сейтек, Макар, тағы да басқа халық күйшілерінің көптеген күйлері Бөкейханов арқылы біздің заманға жетті. 1937 жылы 1 желтоқсанда саяси қуғын сүргінге ілігіп, ату жазасына кесілген. 1957 жылы ақталды. Сүйегі Алматы облысы Талғар ауданы Жаңалық ауылындағы бауырластар бейітіне жерленген.